Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанна. Бүгін сіздермен жареный манты, қуырылған манты дейді, ұйғырлардың ұлттық тағамдары. Соны жасайтын боламыз. Мен алдын ала тестамды дайындап алдым. Тестаның құрамында салқын су, бір дана жұмыртқа, онымен жақсылап қатты емес, қатты жұмсақ емес нан илейміз. Осы жерде примерно 600-700 граммдай тесто шығады. Осыны ұзыннан қазір жасап, дөңгелектер жасап аламыз. Салмасында дайындап қойдым. Салмасында бізде сиырдың еті, асқабақ, 2 дана картошка, пияз, қарабұрыш, тұз бар. Өздеріңіздің қалауыңызша етті бөлшектеп турасаңыздар болады. Мен сияқты фарш қолдансаңыздар болады. Осылай майдалап бөлшектеп аламыз. Мінекей бәрін осылай көшелеп аламыз. Примерно 25-26 штук болады. 600-700 грамм неден тестамыздан осындай 25-26. Сіздер өздеріңіздің үйіңіздегі кісілердің санына қарай жасасаңыздар болады. Осылай темлеп, домалақтап жайып аламыз. Мінекей бізде дайын. Майымызға осындай кішірек ыдысқа салдым, себебі мен көп жасап жатқан жоқпын. Көп жасасаңыздар, үлкенірек ыдысқа жасайсыздар. Осылайынан салып, майды көп мөлшерде салу керек болады. Себебі манты толығымен кіріп тұру керек майда. Осылайынан қызарғанша пісіру керек болады. Ескерте де кететін мантыны толық жабу керек. Егер бір жері ашылып қалса, кішкентай тесіктен ішінен фарштап шықса, суы шықса, май қосып тұрған май білесіздер, қатты жаңағы шашырауы мүмкін. Сондықтан кішкене абай болыңыздар. Бізде мантылардың осындай шығады. Сразу мындай мантаваркамызға салып, мантаваркада 30-40 минуттай ысытуға пісіріп аламыз. Ал мінекей біздің мантымыз дайын, қошанымыз дайын. Қараңыздар, өте керемет болып шықты, өте дәмді. Баршаңызға рахмет менімен бірге болғандарыңызға. Менің каналыма кіріп, лайк басып, тіркеліп, комментария жазып қойсаңыздар, каналымның дамуына үлес қоссаңыздар, өте қуанышты болар едім. Барлықтарыңызға рахмет, ас болсын.